Магистрлік диссертация факультативтік курсты ұйымдастыруға арналған программалық қамтаманы жобалау және құру, орындаушы Нағашғали Абай Мәдғалиұлы. Жалпы бұл факультативті жобалау үшін Нұр Сұлтан қаласы білім басқармасы білім берудегі жаңғырту орталығы мектеп-лицей 2-ші өнер мектебінің баламасымен факультатив курс сабақ жоспарлар жинағы қолданылған болатын. Осы жинақ негізінде веб-сайт жасалды. Веб-сайттың бұл бізде ең бірінші басты беті. Бұл жерде кішкене ғана ақпарат болады, жалпы домбыра туралы, домбыра курсы қандай екен деген секілді ақпараттар жүреді. Және 3 бөлікке бөлінген. Ең бірінші бөлігі ол домбыра сабағы деп аталады. Яғни бұл жерде жинақ бойынша 34 сабаққа бөлінген. Әр сабақтың өзіндік видео материалдары, аудио материалдары, интерактив тапсырмалары болады. Мысалға, бірінші сабақта бізде кіріспеде бұл жерде аудио материал, текстовый және де YouTube платформасынан тікелей видеоларды да қарай беруге болады. Содан кейін, әр сабақтан кейін міндетті түрде сұрақтарға жауап береді. Сөйтіп келесі сабақтарға өте беретін боламыз. Екінші сабақта домбыраның құрылысы, бұл жерде ерекше атап өтуге болады, сілтеме арқылы өтуге болады бірден. Әрі қарай бізде домбыраның схемасы, картинкасы болады, сурет және айтқанымдай міндетті түрде сұрақтарға жауап болады. Осылай 34 сабақтан тұрады. Әр сабақтың өзіндік ерекшелігі жинақ бойынша жасалған дүние. Келесі бөлімге көшейік. Келесі бөлім бізде аспаптар деп аталады. Бұл бөлімде қазақтың ұлттық аспаптары бейнеленген. Негізгі аспаптар болып табылады. Қазіргі таңда қолданыстағы осы аспаптардың ішінде кірсек, олардың тарихы, шығу тегі деген сияқты балаға қосымша ақпарат жүреді. Келесі біздің үшінші бөліміміз ол бағдарламалар деп аталады. Екі бөлікті айтуға болады, ол тюнер мен плеер. Бірінші плеерге келетін болсақ, плеер батырмасын басқан кезде біздің қосымшамыз жүктеледі. Міндетті түрде мына жаққа жүктеледі, архив файл ретінде соны жүктеп аласыздар. Көріп отырғандарыңыздай бізде плеер ол осындай күйде визуалды түрде келеді. Бұл жерде бізде аудионы ашу, сақтау, ойнау, кідірту сияқты әртүрлі функцияларға ие. Мысалы алатын болсақ, кез келген аудионы бала үйде отырып ашып, тоқтатып, дыбыс жылдамдығын реттеп, өзгертіп отыра алады. Осындай бізде музыкалық плеер болып табылады. Келесі кезекте енді бізде ол тюнер. Тюнер батырмасын басқанда плеер сияқты zip файл жүктелетін болады міндетті түрде. Сол zip файлды жүктегеннен кейін барып, оны қолданысқа кіргізуге болады. Оның визуалды түрін көрсең, ол да бір беттік веб-сайт болып табылады. Енді бұл жерде тюнер деп отқанымыз құлақ күйін келтіру ең бастапқы функция болып табылады. Екі шек, бір төменгі шегі ол соль нотасына келеді, жоғарғы шегі ре нотасына келеді. Жиілік бойынша анықталады. Осы жердегі біздің таяқшамыз ортасына келген кезде жасыл жанады. Ре нотасы анықталады. Осылайша төменгі нота тура солай екеуі бір функцияны атқарады. Тура осылай ортасына келеді және домбыраның құлақ күйін осылайша келтіруге болады.